YouTube арнамызға қош келдіңіздер, құрметті достар. Бүгін сіздерге қойдың құйрығын тұздаудың өзім қолданатын әдісін көрсетемін. Ең алдымен осындай қойдың құйрығының бөліктерін суға саламыз. Ет асқан сияқты қылдырып 40-30 минут қоямыз отқа. Міне астына от қойдық. Бұған ең тиісті мөлшерде жарап қарап тұз саламыз. Ар жақта кішкентай бала жылап жатады сценарий бойынша. Сценарий бойынша құрметті көрермендер. Сіздер ойлап қалмаңыздар. Роликке байқамай кіріп кеткен дыбыстар деп. Тұз салдық, сосын бұның иісін келтіру үшін, жақсы иіс шығып тұру үшін лавровый лист қосамыз. Лавровый лист қосамыз. Көзбен сала саламыз примерно. Түсіп кетеді достар арасында. Әйелім күрет, оған мән бермейміз. Әйелім өзі сиямайды. Мен осының бәріне топқа салайын тұрмын. Бұны енді жерде қандай құралдар бар екен қарап жіберейік. Батыр жіберіп шамалап араласады. Осылай басталып отқан кезде лавровый лист. Бұған сосын ұнтақ емес, андай не деп айтатын еді оны, бұршақ, горошек дейді ғой, черный горошек. Сондай бұрыш салуға болады. Онда кішкентай салып жібереміз. Дәме келу үшін. Міне сырты. Және басты болған қосатын нәрсеміз андай магазиндерде болады, жидкий дым деген. Басешке жидкий дым. Осыдан көп емес негізі. Үлкен қасықпен бір ғана қасық құямыз. Ас қасық деймін оны. Осы құя қоямыз, болды. Бұл енді 20-30 минут бойы осылай қайнайды. Енді біз оның дәмдеу үшін дайындауға кірісейік. Міне достар, оны дәмдеу үшін, қойдың құйрығын тұздау үшін, ең алғашқы дәмдеу үшін сарымсақ керек, сарымсақты ашуымыз. Негізі сарымсақтан ешқандай көктік етпейді. Сала берсе болады сарымсақты. Мен енді асханада көп жүрмеймін негізі. Тек осындай шашлык істейтін кезде және қойдың құйрығын тұздағанды жақсы көремін. Мынау жай істейтін болсам, кейбір нәрсе дұрыс істемейтін болсам, кешіріммен қарасаңыздар деген ниет. Андай әдісқа салып отырық. Әзірше. Міне достар, осындай мөлшерде сарымсақ дайындап қойдық. Енді осыны былай безейміз. Міне достар, сарымсағымыз осылай ұнтақтап болдық. Ұнтақтап болды. Енді
дәмпер үшін осыған алдымен ең маңыздысы қарабұрыш. Осындай қарабұрыш саламыз үстіне. Осымен болып қалады. Міне құйрығымыз қайнаған әбден. Кішкентай осыны жіберейік. Бұны бір ыдысқа түсіріп алу керек. Енді бұна құйрықты кесеміз ыңғайлы қылдырып, тұзды ыңғайлы қылдырып. Құйрықты турап болдық. Мынандай салфан дайындап қоямыз, мынандай пакет. Мына жерге бастаймыз. Арасынан жақсы бару үшін сәйкес қоямыз шамалап. Осылай пакетке салып, бір күнге тоңазытқышқа қоямыз. Болды. Арнамызға кіріп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдай қазақша контент жасасын. Ал, құрметті достар, міне бір күнге қалдырған тұздалған қойдың құйрығы. Міне мынандай болып шықты, бұрыштарымен өте дәмді, өте сочный болып тұр. Міне бұны тек бөліп, осындай кішкентай бөліктерге бөліп, нанға салып жібереміз. Ас болсын бәріңізге. Оған дейін біздің арнамызға жазылып, лайк басып, қолдап қойсаңыздар, және жан-жаққа таратып, осы әдіспен қойдың құйрығын пайдаланып, өте пайдалы, денсаулыққа пайдалы нәрсе.
осылай тарата беріңіздер. Қош сау болыңыздар.